Адамдардың көпшілігі жыландарды жаратпайды және оларды кездестірген сәтте қорқынышты сезімге батады. Және бұл тектен-тектік емес, өйткені олардың кейбір түрлері адамдар үшін өте қауіпті. Сәлем әлем, сіз Саяхат YouTube арнасындасыз. Қазір мен сендерге әлемдегі ең улы 10 жыландар туралы айтамын. Гадюк тәрізді өлім жыланы Аустралияның оңтүстік шығысында мекендейді. Бұл жыланның ұзындығы 70 сантиметрден метрге дейін жетуі мүмкін. Жылан жай қарапайым қауіпсіз гадюкаларға ұқсағанымен, оларды табиғатта кездестірген жақсы жайтқа жатпайды. Бұл жыланның көптеген туыстарынан айырмашылығы өзіне қауіпті жағдайда бір орында қатып қалады. Бірақ егер адаммен қақтығысуда жылан өзін қорғауға мәжбүр болса, өкінішке орай адамды өлім күтеді. Жолбарысты жыландар, гадюк жыландары сияқты Аустралияда мекендейді. Ол жақта тұрып жатпағаныма шүкір. Ол кеміргіштермен, жәндіктермен және тіпті рептилияларды да жейді. Оның ұзындығы 2 метрге жетеді. Қызғылт немесе сұр түсті және өзіне тән жолақтары болады. Бұл жыланның уы жүрек қызметін бұзады. Ол бірнеше секунд ішінде кішкентай жануарды өлтіреді. Ал тістелген адам бірнеше сағаттан бірнеше тәулікке дейін өмір сүре алады. Сонымен қатар уға қарсы дәрілер әрдайым көмектесе бермейді. Кобралар бәлкім өз жағасының арқасында ең танымал жыландар болып келеді. Бірақ нақты айтқанда жағалары қауіпті емес. Жылан өзін қорғау мақсатында жағаларын шығарады. Одан әрі олардың улары әлде қайда қауіпті. Кобралардың ішіндегі ең улысы филиппиндіктер. Бір уақытта ол орташа салмақтағы 3 адамды өлтіре алатын 250 мг у ата алады. Шын мәнінде де уға қарсы дәрілер бар екеніне шүкір. Филиппиндік кобра тек шағып қана қоймайды, сонымен қатар уын 3 метрге дейін түкіре алады. Бұрын жыланның шағуынан әрбір екінші адам қаза тауып жүрді, бірақ қазір уақыт өзгерілді. Асылдағыш жыландар солтүстік Америкада мекен етеді. Оның тістеген уы қанның ұюына кедергі болады. Құрбан болған адам тұншыға бастайды, жүрек айниды, әлсізденеді және тағы басқа әсерлерге шалдығады. Ал біраз уақыттан кейін адам сал ауруына ұшырайды. Бақытымызға орай қазіргі таңда асылдағыш жыланның шағуынан кейін адамдар өте сирек өледі, өйткені уға қарсы дәрілер бар. Үнді крайт немесе оны көгілдір бунгарус деп те атайды. Ұзындығы 1 метр 75 сантиметрге дейін өседі және негізінен Таиланд пен Үндістанда мекендейді. Бұл жыланның уы 5 өлім мөлшерін құрайды. Таиландта осы жыланнан зардап шеккендердің 50% қайтыс болады. Үндістанда жыланның шағуынан кейін қайтыс болғандар саны бойынша крайт екінші орында. Ең жағымсыз жайт, бунгарус күндіз де түнде де бірдей белсенді. Шығыс қоңыр жыланы Индонезия, Аустралия және Папуа Жаңа Гвинея елдерінде мекен етеді. Бұл мемлекеттерде адамдар табиғатта өте сақтықпен жүру керек. Токсиннің өлім мөлшеріне байланысты зерттеулерге сәйкес, бұл жылан құрлықтағы жыландар арасында әлемдегі екінші қауіп-қатерлі жылан болып табылады. Кеміргіштер мен құстардан басқа қоңыр жылан тіпті өзінің туыстарын да жейді. Сондықтан бұл жылан үшін адамға жабылу еш қиын емес. Бұл жылан туралы барлығы естіген. Қара мамбы оңтүстік Африкада жүреді, ал оның орташа ұзындығы 3 метрге жетеді. Бұл жылан өз атына ауыз қуысының түсі арқасында ие болды. Ол шынымен де қорқынышты. Жылан өте агрессивті. Мамбы құрбанды 20 км/сағ жылдамдықпен қуа алады және оны тістеуді жалғастыра береді. Ересек адам үшін қара мамбының уының өлім мөлшері 20 мг, ал жылан 400 мг дейін у атады. Жыл сайын осы жыланның 20 мыңға жуық адам қаза табады. Теңіздің белчер жыландары әлемдегі ең улы рептилиялы жыландар болып табылады. Бірақ бақытымызға орай ол өте бейбітшіл. Белчер соңғысына дейін адаммен байланыстан қашады. Бірақ мысалы балық аулау желісіне түскеннен кейін ол үшін тек агрессияны көрсету ғана қалады. Сонда балықшылардың өміріне үлкен қауіп төнеді. 1000 ересек ер адамды өлтіру үшін бірнеше миллиграмм у жеткілікті. Құмды эфа бұл Африка мен Азияда мекендейтін шағын жылан. Олардың орташа ұзындығы небары 50 см болғанына қарамастан, бұл жыландар өте қауіпті және агрессивті. Ол үнемі зиянды жыландардың ондығына кіреді. Адам өлімінің саны олардың тістеуінен кейін өте жоғары. Жалпы олар тұратын аймақтарда құмды эфандардан басқа жыландармен салыстырғанда көбірек адам қайтыс болады. Тайпан барлық зерттеушілердің пікірінше әлемдегі ең улы жылан болып табылады. Белчерден айырмашылығы тайпандар өте агрессивті жыландар. Бірақ адамдар үшін 2 есе қиыны, біріншіден тайпандар тышқандарды да жейді. Бұл олардың өмір сүру ортасын адамдарға жақындатады. Екіншіден тайпандар күндізгі жыландар, яғни адамдармен соқтығысу ықтималдығы артады. Бұл жыландардың адамдар мен жануарларға еш себепсіз шабуыл жасау оқиғалары сирек емес. Тістелгеннен кейін жылқы бірнеше минут ішінде өледі. Ал адамға дер кезінде медициналық көмек қажет. Өйткені жылан 400 мг дейін у таратады. Осы өз Қазақстанымда тұрып жатқаныма қуаныштымын және шүкіршілік етемін. Егер сізге осы видео ұнаған болса, лайк басып менің Саяхат YouTube арнама жазылыңыздар.